Қайырлы кеш, достар, қалайсыздар? Мен инкубаторға салдым жұмыртқаны. Қазір градус жайлап көтеріп жатыр, ашқан тұғым. Ылғалдылық 70. Міне кучинский балапандар. Екі жерден бітіп су қойып қойдым. Мына компрессор менен ауаны беріп жатыр. Міне осыдан шыққан ылғалдылықпен көтеріліп жатыр. Мына кучинский балапандар салынды. Влажность өлшейтін құрылғыны қойдық. Бұл мынау тұр. Ашқаннан кейін түсіп кетті влажность. Влажность 70-те ұстап жатырмын. 65-70. Мынау градусы өтірік алдайды екен мынаны. Бұған сенудің қажет жоқ екен. Только влажностьна керек. Міне ағайын. Үстіп влагасын ұстап көтеріп тұрмыз. Мынау бір орыс ағайындардың видеосынан қарадым, компрессормен беріп жатыр. Ішіне ауаны, таза ауаны айдап кіріп жатыр да. Осылай тиімдірек сияқты көріп жатырмын, енді қалай болса да көреміз, не болса да. Бірінші опыт қой, бірінші опыт. Міне жұмыртқалар мыналар тұр. 37-8 деген температураны ұстап тұрмын. Осы ағайын, құдай қаласа енді көреміз қалай болады нәтижесін. 1-2 күннен кейін ана жұмыртқаның несінің ішіндегі аплодын көреміз. Пустой ма, не ма. Міне осы. Бірақ сонда да ойлап тұрмын, ертең барып не әкелуге. Кулер әкеліп қойып қойсам ба деп тұрмын. Кулер. Міне ағайын. Жаңалық осы. Өзім ауылдан Жәкешке келіп, осындан жасап, дайындап отырмын. Ал сәттілік. Сұрақтар болса комментарийға айтарларыңыз, қосып алуларыңыз болса комментарийға жазып қойыңыздар. Міне. Әйтеуір бәріміз бірігіп осын балапан шығарайық енді. Нәтижесін көрейік, қалай болатын. Ал рахмет көргендеріңізге. Сау саламатта болыңыздар.